Мына үкімет жемқорлықты тоқтатса, бәрі болады. Мындай сұрақ бұл жерде бар ғой. Декабрьдің 11-іне бастап тоқтады ғой мекеме. Вестойл бүткіл жұмысшы. Бұл жұмысшылар сіздер үшін кім? Қара халық емес пе? Алдарына бір мезгіл бардыңдар ма? Соны сұрап тұр сендерден. Bir mezgil bardыңдар ма? Тағы да айтайын. Онда мында түсе қойсын шеш осы жерде. Онда түсір халықтың. Неден қашады не? Өтірік айтудан қашқан ба не? Телефоннан өтірік сөз айтып жаңа. Өтірік обещаниелер беріпті халыққа. Телефонмен беремін дейді. Бұл сұрақ бойынша сізге қазір докторлар келіп отыр. Ата-аналар бар, Вестойл бойынша проблема ғой. Маңғыстаудың ең нағыз проблемасы сол Вестойл бойынша шын айтқанда. Енді осы бойынша енді тыңдайық, сөйлесейік. Кеше біз өзіміздің уәжімізді айттық қой. Алдағы уақытта енді ертең әкім бірінші облыс әкімімен кездескенде айтатынымызды айтамыз. Мына ата-аналар бар, балдар үшін алаңдап тұрған осылармен тілдесіңдер. Әкіммен сіздер жауабын берсеңіз болды, ешқашан әкім қабылдайды. Мен тағы да айтамын сіздерге. Облыс әкімінің өзі жеке қабылдау графигі бар. Соған сәйкес уақытты белгілейді. Ол өзінің жұмыс күн тәртібіне сәйкес бос уақытты белгілеп адамдарды қабылдайды. Шамасы келгенше апта сайын қабылдайды, болмаса айына бір рет. Жалпы соңғы уақытта апта сайын қабылдап отырған еді. Өткен аптада қабылдауға мүмкіншілік болған жоқ, қол тиген жоқ. Осы аптада 31 қаңтарда бұлай келесі кезекті жеке қабылдауына ол қабылдаймын деп айтты сізге. Қанат мырза, біздің Қазақстанда деп айтайын, қаншама ереуіл болып жатыр, бәрі заңсыз деп табылады, бірақ еңбек кодексінде неге заңды несінде жазылған, оған қалай қарайсыз? Ол сонда о да заңсыз ба? Департаменттің басшысын сұраймын. О да заңсыз ба, сонда еңбек кодексінде жазылып тұр, соңында осы этаптардан өткенде не ереуіл, не сот деп тұр. Халықтікі еш уақытта заңды болып кеткен жоқ, қай уақытта да. Біріншіден халық деп сөйлемеңіз. Бұнда еңбек ұжымы бар, бір мекеме. Бір мекемеде туындаған сұрақ. Екіншіден, сотта бұл мәселе қаралды. Сот қарап, жан-жақты құжаттарды, берілген құжаттарды зерттеп, тиісті шешімін шығарды. Ал егерде барлық осындай ереуілдер заңсыз деп сотта танылып отырған болса, айтыншы шынақты қайсысы? Тағы да осы өстеуіміз басқасы бойынша. 21-де тоғы кезбейден біздер 19 бала заңсыз деп жұмыстан шыға жіберді. 22-де Бералиден кеттік. Астанаға барып қамап тастады. Сол бәрінде де заңды түрде жаздық қағазды. Қазір бірақ біздер мөлдір мұнай себештері жұмыс жасап жатыр. Бірақ біздер мұна қазіргі кәсіподақ бәріміздікі бір болғасын. Жаңаөзен кәсіподағымыз. Мына Жетібай Вестойлдың балдары тұр. Олар да бізбен бірге серіктес кәсіподақтар. Біздер соларға алаңдап келіп отыр. Және де Жаңаөзен қаласында жүздеген бала тұр, жұмыссыз. Кілең жас балдар, тепсе темір үзетін балдар. Неге оларға жұмыс табылмайды? Неге завод ашылмайды? Қазмұнайгазға талап қойып отырма, өткізсін деп, бұрын Қазмұнайгазда болған мекеме ғой, өткізсін қайтадан. Неге шығарып тастайды? Неге үкіметтің мекемесі жекешелендіреді? Одан кейін біреудің қолына береді? Неге олигархтар қайта-қайта байи береді? Қарапайым халық неге кедейлене береді? Қанша жерден қанша миллион зарплат алсақ та бар ғой, айдан айға жеткізе алмаймыз. Себебі кредит жетеді. Ешкім осы Маңғыстауда былайда былай қыдырып жүрген ешкім жоқ. Бәрі тек бала шаға, семья, үй. Мысалы біздер кеше барып кеттік Вестойлға, балдарына барып кеттік, солидарность көрсетіп, біргеміз. Жігіттер қойылған талаптар орынды, любой жерде. Маңғыстауда тұрып, біздер өзіміздің байлығымызды өзіміз пайдаланамасақ, ол кімге? Орысқа береміз ба, или Қытайларға береміз ба, өз жерімізді? Өтетін болса, Қазақстан үкімет, мысалы, Тоқаев мырзалар көріп отыр ғой, ел басқарып отырған адамдар ғой,
келсін қарасын, ноғайттар әлі келген жоқ дейді. Кеше Вестойылға бардық сол үшін. Облыс әкімі неге бармайды? Неге ол іс сапармен Астанаға кетеді? Егер мына жақта екі қаласында забастовкада жатқан, мысалы Жетібайда 400 бала жатыр, өзенде 200 бала жатыр, 600 адам забастовкада жатыр. Ал ертең халық ашынбайды деп ойлайсыңдар ма не? Біздер 160 баланы Астанада жауып тастағанда бір күнде неше адам шығып кетті бір түнде? Біліп отырсыз ғой. 11 апрель күні өзеннің балдарын жауып жатыр деп Жаңаөзен қаласы жұмыс тоқтатып тастады. Түгіл өзен мұнай газын да тоқтатты жұмысты, БЖБ-ны да тоқтатты жұмысты. Ал тоқтай тұрыңыз. Содан қай жерде адам сөйлесін. Қай жерде забастовка 2011-ден кейін ереуілге шыққан адамдардың забастовкасын заңды деп ешкім қолдаған жоқ. Біріншіден, сіздің сұрағыңызға қатысты. Менде де сұрақ бар. Вестойылдың жұмысшыларын неге шығарады Қазмұнайгаздан деп айтасыз? Неге шығарылды Қазмұнайгаздан кезінде? 5-елумен шығарды. Қорқытты, үркітті. Құқық қорғау органдарының міндеттері. Әр адам, соның ішінде мен әкімнің орынбасары ретінде, мемлекеттік еңбек инспекциясы, қарапайым адам, жұмысшы, жұмыс беруші, бәрі заңға сәйкес жүру керек. Әр әрекеттері, әр айтқан сөздері заңға сүйеніп айту керек. Бізде қазір мына видео жазылып жатыр. Былай ғой, сол себептен бәріміз тәртіп сақтауымыз керек. Қанат, былай ғой, сіз заң деп отырсыз да, жаңа айтып отқандай ағамыз, 2011 жылы өздеріңіз білесіз, қалай болған. Осылай келдік, дәл Вестойл сияқты тұрдық қой уақытында еңбектеумен. Солай келді, бәрі сіздікі заңсыз деп келді. Біз республиканскийге жаздық, жоғарыға да жаздық, барлық жерге де сіздерге де болды. Сіз сияқты зам әкім де болды үш жерде. Сол кезде қана Қырымбек Көшербаев те болды. Сіздеркі заңсыз деп келді. Ең соңында адам өліп, жаңағыдай соғыс болғаннан кейін не болды ақыр түбі? Өзенмұнайгаздан 4 жүйрек табылып, заңсыздықтар сол кезде табылды, делдалдар табылды, ортада жемқорлар табылды сол кезде. Ал сол кезде Назарбаев не деді? Сол кезде президент не деді? Мен естіген жоқпын, мұнайшылардікі заңды ереуілі, мынады ішінде үшінші жақ бар, 6 айдан кейін мен үшінші жақты табам деді. Содан кейін 12 жыл өтті ғой міне. 2011 әлі шешілген жоқ, қарап отырсаңыз. Түсініп отырсыз ба? 6 айдан кейін табам деді, мен үшінші жақ бар деді. Мына жерде халық та кінәлі емес деді, мұнайшылар да кінәлі емес деді. Үшінші жақ бар мына жерде жекпеді. Табам деді. Интернет желісінде жүр, сол кездің президенті мысалға қарап отырсаң. Сіздер сот заң дейсіз да, дұрыс айтып отыр жаңағымыз. Сот осы көзгеден бірде-бір заңды сот шешілмеген. Заңды деп шықпаған. Қайбір ереуіл. Маңғыстау 30 жыл бойы кім жаңағы конституция бойынша ереуілге шығам дегенде шығарды үкімет. Айтыңызшы, біреу шықты деп айтшы, бір жерде біз рұқсат бердік деп. Ешкім рұқсат ала алған жоқ. 30 жылдан кетті, міне 30 жыл болды. Сотсыздар ма? Міне сіздің сотыңызды мен әшкерлеп берем, кез келген затын әшкерлеп берем. Жаңағы бесейлу дейтін бар ғой. Бәрі өтірік алдап, біздерді қорқытып, жұмыстан шығасыңдар. Жұмысыңыз бітті. Енді вообще құрдыңдар. Статьямен де кете бересіңдер. Енді ақшаларын таба алмайсыңдар деп біздерді шығарып жіберді. Сол бар 15 мың, 10 мың алды дейді. 15 мың, 10 мың емес. Міне мен өзім көзім қолыма алғаным 6 мың, мен де алдым 6 миллионды. Ал оны не істедім? 3 күннен кейін жоқ болып кетті мысалы да. Соның бәрін өтіріктен бәрі өтірік қалай ұялмай айтатындар қайдан білемін? 11 миллионнан, 12 миллионнан, 15 миллионнан алып жатыр. Телевизорда көрсетеді. Осы сіздерге жете алмай жүретін болса айтуға мен. Көзіме көріп қолмен ұстаған заттарым өзім. Ішінде болдым мен соның. Қаңғып жіберді біздер дейтін. Ең соңында давлениесі, күнде давлениесін дейді, ақыр сонда жұмыстан вообще қалдық. Бұл кезде жұмыс беруші тарапынан және жұмысшы тарапынан қарым-қатынастар болды. Олар ұсынған құжаттар бойынша сіздер сіз өзіңіз жұмыстан шығардың алдында пособие алардың алдында пособие сағында тиісті компенсация алардың алдында сіз міндетті түрде өзіңіздің келісіміңізді беруіңіз керек еді. Құжаттар бойынша барлық солай болып тұр. Осы күнге дейін солай болып келді. Ал қазір сіз осылай айтып отырсыз. Әкімдік сіз сол келісімді беріп отырғанда, бір-біріңізбен жұмыс берушімен сөйлесіп отырғанда, қасыңызда әкімдіктің өкілдері отырған жоқ. Құқық қорғау органдарының да өкілдері. Сол кезде неге құқық қорғау органдарына жазбайсыз арыз? Сіздің құқығыңызды қазір ешкім шектеп отырған жоқ. Қазір осы уәжіңіздің негізінде арыз жазып, осындай будалау болды, міндеттеді, қорқытты, үркітті деп арыз жазуға құқығыңыз бар. Тиісті тексеру жүргізіледі.
Сонда кім сізден осы түсініктемені өтінішті алғаныңызды алған адамнан сұрайды, кім бұйрық шығарған адамдардан тексерсін, зерттесін, жазылса арызыңызды, көздеріңізді. Қанат мырза, сол кезде Бестойда мен айтып берейін, халықтың құқығын кім қорғайды? Профсоюз қорғайды. Ал сол кезде 5-50-дің кезінде профсоюздарға қысым көрсетті. Үкімет профсоюзға қысым көрсетті сол кезде. Неге профсоюздарға шектеу қоясыздар? Неге қамап тастайды қарсы шыққандарға, шындықты айтқан профсоюздарды? Соғыстар ма? Шектеу қойылмайды дейсіздер халық. Ол жұмысшының, ұжымының құқығын профсоюз қорғайды. Ал профсоюзға шектеу қоясыздар да? Шектеу қоясыздар конкрет. Факт қой оның барлығы. Айтып отырсыз ғой. Міне мысалы мен жап-жаңа барып айтып отырмын да сізге. Біздер бардық деп, Бестойылға бардық. Солидарность көрсеттік. Сіз маған шектеу қойып отырсыз қазір данный момент. Мен шектеу қойып отырмын. Неге сен барасың? Неге сен не істейсің? Сен құқық бұздың деп отырсың. Неге қолдайсың деп отырсың? Неге мен қолдамаймын? Неге қолдамайсың? Қазағым болса дейсің. Өз қазағымды өзім неге қолдамаймын? Ал соған жауап беріңізші. Міне сіз жап-жаңа айтып отырсыз. Мен сізге жауап берейін. Біріншіден, олардың талаптары Вестойылдың қазір ереуілде тұрған жұмысшылардың талаптары техниканы, автокөліктерді жаңарту. Ол мәселе сонымен қатар ЕСОТ еңбек ақыларын ЕСОТқа кіргізіп Қазмұнайгаздың жұмысшыларымен бірдей болатын. Сонымен бұл мәселелер талқылады, ЕСОТ бойынша жауап берілді, ол болмайды дегенде. Және мына техника бойынша сұрақтар шешілді. Қазір уақытта 18 жаңа автокөліктер, арнайы автокөліктер жеткізілді, және осы жыл және келесі жылға тиісті график белгілеп, сонымен толықтырылады. Яғни мәселе шешіліп тұр. Ал содан кейін Қазмұнайгазға кіргізу керек деген талаптар пайда болды. Ол талаптар орындалмайды. Қазмұнайгаздың өкілдері, лауазым тұлғалары жауап берілді. Сәйкесінше сотта да бұл мәселе қаралды. Сотта да бұл талаптары заңсыз деп танылды. Сол себептен белгіленген қазіргі қолданыстағы заңнамаға сәйкес сотпен заңсыз деп танылған ереуілге қатысу және ол ереуілді жалғастыру және қолдау ресми түрде жариялайтын болса, ол жауаптылық көзделеді. Соның ішінде қылмыстық жауапкершілік. Ол жөнінде кеше аудан прокуроры, Қарақия ауданының прокуроры тиісті үндеу жариялады. Соны мен сізге ескертіп айттым. Менде қандай кемшілік бар? Менде қандай кінә бар? Заңның талаптарын мен сізге айтып отырмын. Неге мен осы заң талаптарын айтқанда кінәлі болып қалдым сіздің алдыңызда? 2011-де біз 7 ай тұрдық. Алаңда мысалға да 7 ай тұрдық. Бізге сондай әңгімелер көп айтты. Қудалау болып, басқа болып. Атжан Ерғазиев Жаңбыр. Ерғазиев Жаңбыр. Сондай көп әңгімелер қай жерде жұмыс жасайсыз? БЖБ дейтін мекемеде жасайды, өзенде. Кім бұл? Ойын бөлесіз ғой, қайеке қойыншы сөйтіп. Жаза берсін, қамайма. Сіз ойыңызды бөліп жатыр, ойыңызды. 2011-де сондай болды да, бізге де қалай қудалау болып, артымыздан үйімізге дейін келді да, бәрін істеді, неше түрлі қитұрқы істеді, заңсыз деп. Ал сол кезде Назарбаев келіп өзенге, сонда не айтты? Мұнайшыларды заңды деді. Сонда қалай оны жергілікті билік заңсыз дейді, жаңағы елбасы келіп заңды дейді. Сонда қалай болады бұл жерде? Халықтың басы айналды ғой, кімге сенерін білмейді. Міне бізге қазір бөлек. Қанат мырза, орда соқты. Қанат бауырым. Сол кезде Назарбаев болды, оның заңы бөлек, қазір Тоқаев оның заңы бөлек болсын да. Қазіргі уақытта мына дау жұмыс беруші мен жұмысшылардың арасында. Еңбек сұрағы. Соған байланысты сот шешімі бар. Біздер тек қана факт туралы сіздерге айтып отыр. Мен қазір лауазым тұлға бола тұра ешқандай бір мына әрекеттері заңды немесе заңсыз деп айта алмаймын. Бірақ соттың шешімі бар. Әрекеттері заңсыз деген. Заңды деп мен соттың шешімі, заңды күшіне енген соттың шешімі болғандықтан мен тек соттың шешіміне сүйене аламын. Болды. Егер де басқаша шешіміңіз келетін болса, сол соттың шешіміне тиісті өздеріңіздің шағымыңызды жазып, жоғарғы сотта қарастыруыңыз керек. Сіз маған келгеннен кейін, сұрақ қойғаннан кейін мен сізге жауап беріп отырмын. Сіз маған ренжімеңіз.
мен өз ойымды мен заңға сүйеніп соттың шешімінде сүйеніп бәрін айтып отырмын. Сол себебі ертең менің әрекетімде тап сіздің әрекеттеріңізде құқықтық баға берердің кезінде сол қарайды, заңға сәйкес келеді ма, соттың шешіміне заңға сәйкес келеді ма деген сұрақтар туындайды. Сол себепте мен айтып отырғандар. Кеше Вестойлдың еңбек инспекциясы Нұреке не шара қолданып Вестойлға осы күнге дейін жаңағыдай заң дейсіз, заңға сәйкес келетін техниканы айдады ма, жүргізді ма, гараж заңға сәйкес бәрі техбезопасность сақталған ба, гараждың обновление жөнінде, техника жөнінде бір шара қолданды ма, үкімет дейтін мекемеге қарай. Иә, сол заң оны мен айтайын. Жоқ, маман айтсын, маман. Жоқ, еңбек инспекциясына сұрақ қойып отыр. Еңбек инспекциясы жоқ, шара қолданды ма сол мекемеге Вестойлға қарай? Еңбек инспекциясы Қандай шара қолданды? Жазалады ма? Кешіріңіз, мен қосымша қосып кеткенде мына жеке мекемелерді сіздер бірдемені берердің алдында оны тексеріп аласыздар ма? Техникасы бар ма, жасап жатқан жұмысшыларға жаңағы жағдай жеткілікті ма, тек бәрі қағаз жүзінде кетеді. Қағаз жүзінде. Вот соны бір кімге енді бұрынғы барғанда мен көрген шығарсыз, былай сіз жақында келдім деп айтып отырсыз, бірақ оның алдында жаңағы іңкәріп болған жағдайда барып сол жақта комиссияның бәрі барды. Анау дейді ат қорадан бөлек адам жүретін жер емес. Мен қазірде де айта аламын, оны бар ғой. Дәлелдеп те бере аламын, фактісімен как положено. Бірақ ол одан кейін тексерілместен қалды да солай. Неге оған қайтадан тексеріс жүргізбеске? Халық ертең ояқта да айқай шу шығарады, ояқта тек жүр. Тағы да мекеме ашып жатыр, мекеменің үстіне мекеме. Олар обещать етті біздерге. Ой, біз ашпаймыз, бәрін біріктіреміз деді. Бәрін біріктіреміз деп айтты. Ауа болып қалды. Сондайлардың бәрін алдын алу керек емес па, например? Сіздің сұрағыңызға Жаңадан келдім деп айтпаңыз тек. Жаңадан келдім деп айтпаңыз. Ақиқатты бәрі де біледі ғой. Материалдық техникалық базасы жаңартылып отырған жөнінде ақпаратты сізге қазір ашық айтты ғой. Өзінің арнайы жоспары бар. Биылғы жыл жаңартылды. Шарасын сұрады ғой, қандай шара қолдадыңыз да? Шара қолдану бойынша бұл кісі ол кезде әкім неде жасаған жоқ, инспекцияда. Мен үш жақты комиссияның төрағасы болдым. Бұл мәселе бойынша өзім бақылауда ұстап, тиісті уәкілетті органдарға тапсырма берілген болатын. Мен өткен жиналыстарда сізбен кездескенде айтқан едім, тағы да айтып отырмын. Тиісті тапсырма енді тыңдаңыз. Тыңдаңыз енді. Тиісті тапсырма берді. Өнеркәсіптік қауіпсіздік департаментіне, еңбек инспекциясына тиісті тапсырмалар берді. Ол ақиқат, шынында да көліктері белгіленген талаптарға сәйкес келмейтін болды. Олардың бәрін жұмысшылардың өздері тоқтатып қойды. Техосмотр жүргізгенде Вестолдың жұмысшылары өздері қасында болып, нақты сол қалай өткізіп отырғандарын қарап отырды. Оны ешкім жоққа шығармайды. Ол барлық сәйкес келмейтін техника тоқтатылды. Содан кейін ол жөндеу жұмыстары жүргізіліп, мысалға 3 техникадан 2 техникадан біреуін жинап, әзірше жұмыс тоқтап қалмау үшін ары қарай жалға алып басқа техникаларды қазіргі уақытта енді жаңарту бағдарламасына сәйкес жаңартылып жатыр мына. Қандай шара қолдандыңдар деген тиісті шаралар, әкімшілік шаралар қолданды. Әкімшілік шара, өнеркәсіптік бақылау инспекциясымен, сонымен қатар еңбек инспекциясымен тиісті шара. Өзіңіз айтып отырсыңыз ғой, жұмысшылары өздері тех байқаудан өткізді, қадағалап деп отырсыңыз да. Неге жұмысшылар тех байқаумен бас ауырту керек? Жұмысшылар тек жұмысын жасап, таңертең келіп, кешке келіп жұмысын жасау керек қой. Ол артық жұмыс қой жұмысшыларға, дұрыс емес па? Үкімет қайда қарап отыр сол кезде? Үкімет енді тексеру жүргізді ғой содан кейін. Содан кейін жұмыс ғой енді. Тоқтай тұрмыз. Енді кез келген шаруашылық субъектіге мемлекеттік орган кіре сала алмайды. Біріншіден негіздер болу керек тексеру үшін. Сіз мына араңызда өтініш түскен уақытта тексеру жүргізеді. Өтініш болмаса, онда кәсіпкерлердің құқықтарын қорғайтында кәсіпкерлік кодексі бар. Оны тексеру жүргізген адамдар әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Сол себептен жұмысшыларын қорғайды сонда департамент еңбек қоғамында кәсіпкерлер кодекс сонда еңбек қоғамында трудовой кодекс бойынша еңбек департаменті ол өзінің заң талабына сай қорғауға міндеттелінген де. Ал енді қараңыз, бұл департаменттің Алигери Алигери болған уақытта осы уақытқа дейін біз неше рет келді, акиматтың ішінде осының барлық нелермен кездесіп жүрміз. Ешқандай департамент жұмыс жасаған жоқ. Оны Астананың төрінде айтқанбыз.
мына Оспанқұловқа да нелеріне де бәріне де. Қазір енді мен қазір інім жаңа орның құтты болсын. Бірақ еңбек қоғамдағы, облыстағы бүткіл еңбекті реттейтін, соны заң аясын істейтін болатын болса, ешқандай жұмыс берушіменен жұмыс ортасында ешқандай дау болмайды. Міне, дау болмайды. Болатын соны алдын алу керек. Біз алдын алмаймыз. Қазір сізге Қанат мырза, әкімнің орынбасары ретінде мекеменің басшыларының барлығы жаңа барлық золотой горін обещать етіп қойды, сіз соны бізге айтып отырсыз қазір шын айтқанда. Енді тексеріс ешқандай болмайды деген зат болады, неге болмасын. Егер де қандай да бір адам өміріне қауіпті болған жағдайда тексеруге міндетті болу керек те ол. Бұл чрезвычайный ситуация деп аталады да. ЧС-ге қарай ма? Қарайды. Еңбек департаменті жұмыс жасау керек қой, жасау керек. Неге адам өмірін конституция бойынша Қазақстан егеменді елдің азаматының құндылық адам және оның денсаулығы делінген, бас бостандығы делінген. Бұл құқықтарының барлығы да конституция жазылған. Біздің мына осы жұмысшылардың конституцияның құқығын қорғамайтын болатын болса, не бітіріп отыр онда мысалы деймін. Департамент мысалы деймін да. Ал егер қазір қара, қазіргі таңда естеріңде болсын, бәрі кешегі бар жерде айтып жатыр. Еңбек департаменті облыстық әкімнің қарамағында. Облыстық әкімнің қарамағында деген сөз облыстың әкім тыңдайды деген сөз. Соның шеңберінде жұмыс жасайды деген сөз. Оны кеше Оспанқұловқа да айтқанбыз. Енді департамент жасау керек, бағыну керек министерство труда. Неге десеңіз, сіздің еңбек қатынастарын соны жоғарыдан бақылау керек. Мына ешқандай әкімшілікке қатысың болмау керек, шын айтқанда. Тікелей халықпен жұмыс жасауға міндеттенуің керек. Келісімге шақырып отыр. Ал тағы шақырып мүмкін сөйлесетін. Мен өзім қазір бейне түсірілім жүріп жатыр ғой мұнда. Мен өзім ресми қазір айтып отырмын. Келісімге келіңіз. Әр адамның гарантиясы жөнінде, ары қарай қудаланбайтыны жөнінде ол тәртіп, қазір ол тәжірибе бар. Бұның алдында бір ереуілдерде болғанда тиісті хаттама жасалынады. Соған тараптар қол қояды. Ары қарай жұмысқа шығып кететін болса, сол хаттаманың негізінде ары қарай жұмыс жасайды. Егер де конструктивті диалог болатын болса, барады ондай адам. Лауазымды адам, сіз айтқан, барады да, сол жақта осындай бір дөңгелек үстелде отырып, мәселелерді шешуге дайын. Ондай ұсынып қараңыз. Уәде бере аласыз ба? Мысалы, бүгін нешесі, бүгін 3-ші күні келеге орға шақыруға келсе, бола ма сол мысалы? Айта аласыз ба? Мысалы, ертең келесі аптаның 1-ші, 2-ші күні келісімге шақыра аламыз деп. Келісімге шақыра аламыз. Ресми түрде мысалы соны шақырыңыз, 1-ші, 2-ші сөйлесіп қараңыз жұмыстарына. Мүмкін келісетін шығар. Неге сені көпшілігі жұмысқа шығып жатыр? Келіскенде ол былай ғой. Сізге осы халық келеді да, әкімшіліктің представителі болғансың да, себебі акимат халыққа кішкене бір бауыр бұрып тұрады да. Сіз қазір айтып отырсыз, соттың өкілі емессіз да, соттың ақпаратын беріп жатсыз да. Прокуратураның өкілі емессіз да, прокуратураның ақпаратын беріп жатсыз да. Ол ақпаратта керек емес, сол себепті сондай ақпарат берген үшін халық сіздерден сескенеді да. Мысалы, халықтың жағынан болғаныңызды білмек, айтып отырсыз ғой өзіңіз, оны техника берді да. Егер де ВСТО-ның жұмысшылары қайтып ВСТО-ға баратын болса, ол қайтып сонда 18 техника барлық адам жұмысқа кіре алмайды ғой, 18 техника ойдан келді. Енді соны көреді да, басқа мекемелер көреді ертең. Так, ертең заңсыздықты бұзамыз. Бұзған кезде осылай істейміз, айқай шығарсын, 18 техникамен қайтып барлығын жұмысқа шақырып болады деп басқа мекемелерге үлгі болып жатсыздар. Ал сіздер өтсеңіз болады, дөңгелестер құйырып айтсаңыз болады. Міне жігіттер, әңгіме жоқ, сендер міне қателік кетті, сақтаған жоқсыңдар, кетіңдер, басқа мекеме келсін дейді. Бар ғой мысалы, Маңғыстаумұнайгаз бар, ОТК бар, ОКК бар. Кірсін сол, ол жақта ондай заңбұзушылықтар жоқ та. Екі жақты қарап көрсеңіз, сіз тек өз еліңіздің теріп жатсыз, сіз халыққа жаңашыл, халық сізге бұрылып, жаңадан келіп жатырмын, кеше кіріп шықтым да бұл азаматқа. Көңілім толады да әзірге. Сөйтіп халыққа қарата жұмыс жасаңыз, халық көтереді сізді. Просто сіз тұрасыз да басқа мемлекеттің өкілі болып келесіз, бірақ шын мәнінде халықтың өкілісіздер да сіздер, әкімшілік аппараты да. Халық жағынан сөйлең, әділ сөйлең да, біз болсын деп тұрған жоқпын. Чисто әділетті көзқараспен қарасаңыз. Ереуілшілдерге мен айтармын. Заң талабына сәйкес жүру. Мына жерде ешқандай ереуілшіл жоқ, мына жақта халық отқан. Заңға сәйкес барлық сұрақтарды қарайды. Жұмыс беруші Қазмұнайгаз, соның ішінде аудандық әкімдік конструктивті диалогта барады, және егер де ұсыныстар келетін болса, осындай дөңгелек столда бұл мәселені шешуге дайын. Мен сізге ресми түрде дайынбыз. Онда ішінен комиссия шығарсын өздерінің ішінен. Шығарсын, неше адам шығарсын? Кеңсін, ақылдасын, кеңесін. Онда официально істеп, сөйтіп адамдар шығарып, онда сіздің контактыңызды алып қойып па? Сіздің контактыңызды алып қойып па, сол комиссия құрып, диалог отыру үшін? Сіз өзіңіз солармен
байланысыңыз бар ғой, айтыңыз бірнеше адамды, мысалға 6 адам шығарсын, 6 адамды шығарып, сол жерде талқылайтын. Себебі көп адам болатын болса, осылай қазір айқайлап, бәрін сөйлеткізбейді, қазір отырған. Түсінікті. Аға сіз айтыңыз ғой, басқа. Жоқ, мына қалып қойыпты. Жаңа ғана сот дейтін бар ғой. Сот дейтін бір түнде келді. Түгел 500 адам соттап жіберді. Bir günde, bir tünde gel. Sosun енді артынан мыналар апелляцияға берді ғой. Апелляцияға бергенде мен де болдым, ішінде жүрмін жерде. Сонда келгенде жаңа ешкімді кіргізген жоқ, отырып. Сыйбайсың дейді бірақ мына ішіне де, өзіміздің кабинетімізге. 15 адам кірсін дейді. Сонда 15 емес, бәріміз 80 адамға шақырдың ғой сен енді. 80 адам келіп отырмын. Қашқа ешкім жоқ, уақытында ішіне келді бәрі деп. Сосын шықты ғой сотқа. Sotqa шығып, бірақ сәлден кейін әлі қашан болады енді, мына сот қашан келеді, жарты сағат өтті, 1 сағат өтті деп сөйтіп отыра бердік қой. Бірақ келіп тұр жаңағы шешімін шығарып тұр, біздер соттан соттап жібердік, оларды дұрыс екен деп қарап тұралып. Ал, сол дұрыс пен соны өзіңіз кішкентай қарап берейін. Енді мен заңгер болғасын ол барлық тетіктерін білемін мен. Сол себептен айтайын, қандай себептен тез шығарады бұндай шешімдерді. Оның арнайы тәртібі бар. Себебі мынау қауіпті өндірістік аймақ егерде мекеме тұрып қалатын болса, сәйкесінше мұнай өндіру объектілері ол қауіпті аймақ болып саналады, қауіпті өндіріс. Оларда авария болады. Авария болатын болса, ары қарай экологияға, адам денсаулығына және экономикаға тиісті әсер етеді. Сол себептен осындай талап арыз түрлері сотта тез қарайтын қылып көрсетіп қойған. Ол заң талаптарына сәйкес келеді. Сосын сіздер соттап тастады дейсіз. Ол азаматтық тәртіпте қаралған сұрақ. Ол сотталған адам жоқ. Ол жерде бір дерек бойынша құқықтық баға береді. Сот шешім шығарады. Мына әрекет заңды, мына әрекет заңсыз дегендей. Ол жақта нақты тұлғаға қатысты бір кінәлайтын, оны болмаса қандай да бір жауаптылыққа тартатын талаптар жоқ соттың шешімінде. Сол себептен сіз ол қылмыстық іс емес, ол азаматтық іс. Ал мына облыстық сотта апелляцияда қаралғанда жағдай бойынша оны мен видео арқылы көрдім. Ол жақта шынында да ғимаратына мүмкіншілік болмағандықтан ондай мынандай осындай үлкен залдар жоқ ол жақта. Сол себептен 18 адам сиятын орын болғандықтан соны шақырған. Енді солардың арасынан 18 адамды бөлгенде қандай бір жерде келіп қалатын еді адамдардың. Басқалары видео арқылы біздер қамтамасыз етеміз деп айтты. Бірақ жұмысшылар тұрды да жоқ, біздерді кіргізсеңіз кіргізіңіз, барлығымызды кіргізбесеңіз біздер қатыспаймыз деп тұрып қалды. Енді ол заңның талаптары, егерде белгілеген мерзімде болатын болса, ол жерде барлық видео бақылау жүргізіліп тұр. Сот процесі міндетті түрде бейне түсірілуге. Оның бәрі сол талапқа сәйкес қарады. Енді ары қарай егерде ол сот шешімімен келіспейтін болса, жоғары сот бар, жоғары сотқа заңгерлер сол шағымдануға болады. Енді бірақ мен тағы да айтамын, сот шешімі шыққанымен де ол бір нақты деректің құқықтық бағасын берді. Ал қазір жұмыс беруші мен жұмысшылар, ереуілде тұрған жұмысшылар бір-бірімен келісетін болса, ол соттың шешімі ешқандай әсер етпейді. Ол соттың шешімі солармен қалай береді? Әне бәріміз бірге жұмыс жасаған адамбыз, ЖУТТ деген мекемеде. Енді одан кейін жаңа 550 деп біз жаңа айтылған сауатсызбыз ғой. Қорқытты, үркітті, ойбай шығарып кетесіңіз деп 550 алды ғой енді жақсы. Ал жақсы Вестойлға ЖУТТ-ны Вестойлға арендаға берген екен. Арендаға алғанына 5 жыл болды ғой Вестойл. Содан бері қарай неге техникаларды жаңартпайды, неге ремонтный базаларын неге новыйламайды, неге жұмысшыларға неге жағдай жасамайды. Ал сосын айтасың жаңағы тек екі жақтамын дейсің. Жұмысшылар туралы бір жақсы айтқан жоқсыз, мен тыңдап отырмын. Үндемейін деп едім, бірақ тек өздеріңіздің жағыңыздағы, өздеріңіздің қатарыңыздағыларды жақтап отырсың. Неге сол Вестойлдың бастығы, неге сол техниканы әуелден арендаға алғаннан бастап неге техника сұрамайды, неге гаражды жаңаламайды, неге басқа жағдайларын жасамайды? Ол адамдар не үшін 5 жылдан бері уже сенімнен шыққаннан кейін тұр? Сенім жоқ, әлде де сенбейді. Мен тыңдап жатырмын, WhatsApp-тан да, былайынша да тыңдап жатырмын. 2026 жылға дейін 80 техника келеді. Ол адамдар қалай сенеді оған? 5 жылда дым болған жоқ.
5 жылда гараж жөнделген жоқ. Жылдың менде производствода жұмыс жасаған адаммын. Егер биылғы сметаға кірілген болса, биылғы жылдың аяғында гараж екінші жартылықта салынбайды. Келесі жылда салына ма салынбай ма? Техника да сондай. Ол адамдар деген содан азып, тозып, біз әке-шешесіміз, біз сондықтан біз деген, уже деген біз жағдайымыз кеткеннен кейін келіп отырмыз. Балдарымыз жағдайы кеткеннен кейін келіп тұр. Мен ешқандай сөйлемейін деп ойлап едім, ешқандай бір дұрыс айтқан адам болған жоқ. Олардың жағдайын түсінетін адам жоқ. Жаңағыдай тек бір жақты өзіңізді. Неге Бестолдың Көшербаевтар неге сотталмайды, неге тексерілмейді? Неге сол жеп жатыр 5 жылдан бері? Ең болмағанда гаражын жөндемейді, ең болмағанда бір техника келді дейді, 25 техника, оның 15 автобус. Автобус кімге керек? Спецтехникалар жоқ баяғы. Спецтехникалар баяғы 15 жыл, 20 жыл техникалар. Көрген біздер мына ішіміз, жанымыз ашып, мен жылағым келіп отыр. Ол адамдардың жағдайын көргеннен кейін. Өзімнің балам да бар, баламның балдарындай балдар бәрі. Ол адам ғой, осы Қазақстанның азаматы ғой, бәрі де. Солардың арқасы ғой, сіздердің осы отырғандар шындығына келгенде. Неге олар дейін болмаса жаңа барып жағдайын біліп. Жоқ, бәрі тек олардікі дұрыс емес, ереуілге шыққандар заңсыз. Неге өз екі жақты болмайсыңыз? Неге бір жақты боласыңыз? Bir жақты болғаннан пайда жоқ қой, шырағым. Екі жақты болу керек қой. Өздеріңіздің де құқығыңызды, олардың да құқығын, сендер үкімет адамысыңдар, сендер қолдауыңыз керек қой. Сендер қолдауыңыз керек. Шынымды айтсам, менің баламдай, қайнымдай адамсыңыз. Мен азамат ретінде сіздерге осы өтінішім, олардың жағдайлары деген керемет болса, үйлерінде жатпай ма 8 сағат жұмысын жасап келді. Жағдай кеткендерден істеп отыр. Оның алдында да жұлдызының қарт болып тұрғаны шамалы. Вестойл алғаннан кейін одан да құрыды. Қараған техникадан тек қана сен айтып отырсың жаңа жұмысқа шығып жатыр, бәрі тренациясын алып жатыр дейсің да. Мен соңғы сөзімді айтайын. Мысалы, неше техникадан былтыр деген неше 80 техника бар, 90 техника бар, тек қана техасын отырған кетті. Ал 130 адам бар дейсің, соның бәрін тек машинаны ұстап беріп жатыр ма? Соның хабарыңыз бар ма? Ал енді сіз жаны ашымайды деп айтып отырсыз. Неге тек бір жақты айтасыз? Мен жаны ашығандықтан айтып отырмын. Себебі неге қолдай алмай отырмыз беруінде тұрған? Мына жерде біз отырып қой, сіз кәсіпкермен қорғап отқандай көрініп отырсыз. Дәл солай көрініп отырсыз. Мен қалай сот шешімімен заңсыз деп таныған әрекетті заңды ары қарай солар ары қарай тұра берсін, болмаса талаптар орындалсын деп қалай айтамын мен? Мекеменің кемшіліктері бар ма? Вестойл жаңа несін айттыңыз ғой. Мысалы жаңа жұмысшыларды заңсыз болса қудалаймыз, жұмыстан шыға қаңғып қалады деп. Неге сол күнге жеткізген, неге мысалы Вестойлдың бастығы Көшербаевтар неге наказание алмайды? Қаржаубаевтар неге наказание алмайды? Не ана плановик не бітіріп отыр? Солар неге халықты өйстіп жылатып еңіретіп қойғанда солар неге наказание алмайды? Соған жауап беріңізші. Мен жауап берейін. Ресми түрде Вестойлдың өкілдері айтты және құжаттар бойынша қарадық, оның құрылтайшылары да бәрі белгілі, ол жақта Көшербаев жоқ. Білмеймін енді қандай, сіз неге сүйеніп айтып отырғандарыңызда Қаржаубаев деген Нығметов азамат деген ол жақта құрылтайшы болды. Енді кімдікі сол енді? Ол Нығметов деген азаматтың сол мекемесі. Солар өзі директордың орынбасары болып сол жақта жұмыс жасап. Нығметов азамат деген емес. Ол Нығметов азамат деген оның орынбасары. Нығметов дегеннің бір несі мекемесі. Соны томаласың. Сен еңгеліп тұрым мен да. Айрон Форс деген мекеме Жаңбырбаев Нұржан Расилович. Айрон Форс деген мекемеден келіп тұрым. Алдыңғы жылдан бері Заводовка үйреулуде тұрып, бізге 8 ай болды. Осы Айрон Форс деген мекемені ашып берді да бізге. Жұмыс жасамаймыз, тендер ішінде несі жоқ. Біз бұлай айлық алып жүрік. Енді біздер ана МФС, Узиммайгаз ауысқымыз келеді. Хотя Узиммайгаздың айналасындағы мекемеге МФС, Бұрғылау, УМС деген бар, ККС деген соған ауысқымыз келеді. Қашан жүре береміз біздер деген да. Дәм болсын салпандап бұлай да. Біздер шынымен қазасып ет жегіміз келеді, дәл сен сияқты костюм шалбар киіп тойға барғымыз келеді. Дұрыс айтасыз. Біздер жүре бермейміз ғой да. Ағасы, Қанат. Жалпы да, қалай түсініп отырсың солай да. Біздер енді мына жерге келіп аштыққа жатайын деп отыр.
мына сіздің акиматқа келіп жатамыз бәріміз. ашыққа жатамыз. Біз өзім мен кәдімгі жатамыз. Өзен шешпей жатыр әкімшілік. Әкім жоқ, қашып кетеді халықтан не? бір адам сөйлесін. Уже 8 ай болды, алдағаннан тойдық не? Мен жағдайыңызды түсінемін. Мекемеде жұмыс жасап отырсыз, қазір еңбек ақыны алып отырсыз. Алып жатырмын. Иә, тиісті жұмыс жасаймын бағдарламасына сәйкес кіргізіңіз, солай ма? Иә, әзірше енді жұмыс жасай беріңіз, тәжірибені жинаңыз. Не тәжірибе жинайсың, иә. Ары қарай ол мәселемен бөлек қарайық. Тәжірибе жинаймыз ба жерде? Кирпич жинап жер қазып жүр. Мен айтайын сізге қазір. Қанат мырза. Қазір сіз айтып отырсыз, мен аштық жариялайын, тағы басқа. Ол бәрі неге әкеледі? Қанағаттандырады, онымен ештеңе шешпейсіз. Сотталғандар тез кіріп жатыр да, мұнайға да біз енді сотталып кірейік па енді. Зиттар кіріп жатыр шынымен, айнымен шынымен. Сол келіп тез кіріп кететін сияқтымыз да біз өзіміз мәселемізге қарағанда. Кімге? Сізбен кездесті ма жаңағы? Кездестік. Ноғаевқа неше рет жаздық приемына? Жазылдыңыз ба? Ресми түрде жазылдыңыз? Иә, қабылдан, жансейіт енді ертіп қашан жазылдыңыз? Қашан жазылдыңыз? Міне, 3 апта болды. Енді қабылдайық келесіде. Тек сіз емес қой оны жазылған. Өткен жылдың бала жазды, 18 айдан жақсы. Енді не істейміз, біздің мәселеміз не ол? Қарастырамыз, сізге қарастырамыз. Наурыз айының бірі енді барлықтарыңызға енді алғыс айтатын күн дейді ғой. Алғысым енді шексіз барлықтарыңызға, мына қоғамға, халыққа қызмет жасап жүрген, қолдап жүрген мына халықты, қара халыққа белсенді атсалысып жүрген бауырларымыздың барлығына алғысым шексіз міне. Өткен 2-3 күн бұрын біз Вестойл мәселесімен мына Нұрлан Ноғаевты шақырған болатынбыз. Бұл жерде Нұрлан Асқар Ноғаев енді жоқ деді, тағы келіп отырып, бүгін 3 күн өтіріп, тағы жоқ бұл жерде. Енді сол өткен келіп кеткенде 3 күн бұрын Жаңаөзен қаласында таксиге мініп түсіп қалып, ана таксиден түннің ортасы түн болып қалды, енді 10-ның шамасында бір такси тоқтады, мініп баратсам, енді таксиге мініп үйге түсіп қалайын деп баратсам, бұл таксидің жүргізушісі жас бала мені таниды екен. Мәке, ассалаумағалейкум деп міндім. Мәке, сізге бұлай, короче, біздерде үкіметтен сізге қатты қысым болып жатыр дейді. Оны қайдан бересің бауырым дейді. Осындай жағдай сізде жаңағы. Біздер мына неде тұрамыз, жұмыссыздықпен әкімшіліктің алдында тұрық, сол жерде 3 әріптің біреуі келіп, жаңа әкімшілікте жіберіп отқан 3 әріптердің біреуі келіп, айтқан 4 бала шығыңыздар, Мұратбайдың үйінің алдына бір зат лақтырып кетуіміз керек деп айтты. Соны мен Мәке сізді мен білем, мен сіздерге ондай зат жасай алмаймын, қиянат деп маған айтып отыр да шындығын, бірақ мені айтты деп айтпаңыз дейді да, енді түн отас түрінде тани алмадым енді оны. Жалпы сосын сіздің үлкен балаңыз бар екен ғой дейді. Үлкен балаңыз бар, сол жерде тұрған дейді. Сол үлкен балаңызға қалтасына білмеймін, төртеуіңізге мейт деген жаңағыдай наркотик па бір синтетиканы салып кетсеңіз, соған мені ұстап берсеңіз, сол баланы біздер онда Мұратбай ешқайда шыға алмайды, ештеңе айта алмайды бұл жерде дегендей ұсыныстар тастап отыр дейді да. Мәке, мен біздердің арымыз оған барған жоқ деп отыр да ол енді. Мен ол баланың да түрін енді әлпет ұмытып қалып отырмын. Таксист балада бұл арық жағында сондай құйтырқы бар енді. Бұрын да ұрып кетті үйімнің алдына, автокөлігімді өртіп, түрлі құйтырқы жасап келе жатыр бұлар енді. Міне қазіргіде енді қазір мен ол жаңағы Кембіліңді есімін айтып отыр ол бала кім екен. Енді мына жерде айтпай ақ қояйын, естіп отқан шығар Кембі менің артымда жүрген. Олай мені қорқыта алмайсыңдар, сендерге айтадым да міне үкіметке. Қорқыта алмайсыңдар. Шындыққа шындық, Құдайға керекпін ба, керек кезінде алып кетеді. Бірақ шындықты айтып кетеді. Қысым көрсетіп, жаңа тентек балдарды жіберіп, олай қорқыта алмайсыңдар. Менің отбасыма күш көрсетіп әртүрлі. Міне, шындықты айтылу керек па, Ноғаевқа айтылу керек болды. Желіне отыр ма, Қазақстан желіне отыр, тоналып отыр. Жұмыссыз жастарға жұмыс тауып берілу керек па? Айтам, жұмыс жастардікі дұрыс. Жұмыс табу керек. Алында Мағзұм деген ана Қазмұнайгаз айтқан жоқ па жұмыссыздар жаңа Өзенмұнайгаз несінде жаңа 4000 жаңағы нефтяной кендорын ашамыз, 4000 жаңа буренені ашамыз деп жаңа Бекет атаға дейін. Сол қайда айтқандар? Келет жаңағы тек алаңдағы тұрған жастары таратып тек үйлерінде ары қарай жоқ, бәрін өтірік. Баяғы өтірік уәде, өтірік обещаниямен кетіп қалып отыр барлығы. Қарап отырсаңыз. Ал бұл жастар енді, жастар неше келеді, мысалы мына жұмыс жастар. Жастар нешеде қазір? 34, сонда қай кезде жұмыссыз еді мына жастарымыз енді? Ел басына былтыр
Бұлар тек қана мұнайды сұрап тұрған жоқ. Мен айттым, былтыр елбасына бар Тоқаевқа арыз жазғанмын, Тоқаевқа мен құрылыс компанияларын ашайық деп. Бұларға 500 мың мен 700 мың теңге айлық көлемінде жұмыс тауып берсе, жастар жұмысқа кіреді. Тек мұнайды сұрап тұр деп айтады дейді ол жерде. Жоқ, кәдімгі акционерлік қоғам дұрыс мекеме ашып берсе, кәдімгі 700 мың теңге 500 мың көлемінде. Бұлар құрылыс компанияларын құрылысты да жасайды бұлар. 500 мың мен 700 мың теңгенің көлемінде жаңа жалақылы жұмыс тауып берсеңіз, бұлар тек мұнай емес, кез келген мекемеге де кіреді жастар. Мына үкімет жемқорлықты тоқтатса, бәрі болады.